Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге осындай дәмді, қытырлақ, керемет осындай сочный самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл самса қатпарлы қамырдан жасалады және қатпарлы қамырды қолдан жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа су, тұз, ұнды салып, қамыр илейміз. Қамыр бізде қатты немесе өте жұмсақ болып қалмау керек. Өйткені жайған кезде ыңғайлы болу керек. Орташа деңгейде әдемі етіп қамырды илейміз. Және оны демалдыруға шамамен 10-15 минутқа пакетке салып қойып қоямыз. Сол кезде бізге жаюға ыңғайлы болады. Өздеріңізге қанша керек, солай 2 есе қылып жасасаңыздар да болады, көп самса керек болса. Енді қамырымыз демалған соң екіге бөліп аламыз. Оны тағы да 5 минуттай демалдыруға қойып қойсаңыз, жаю оңайырақ болады. Енді жаюды кірісеміз осылай. Бірінші формасын келтіріп жайып аламыз. Екі қамырды бөлек-бөлек жайып аламыз. Біріншісін қойып қоямыз. Енді екіншісін жайып болған соң үстіне май жағып, келесі қамырды үстіне қоямыз. Сол кезде қатпары көбірек болады. Сол кезде дәмді болады. Майы да көбірек жаға беріңіздер. Осылай екі қабат қылып майды жағып алған соң ораймыз. Әдемілеп, асықпай. Махаббатпен істейік тамақ, сол кезде дәмді болып шығады. Осылай бөліктерге бөлеміз. Барлығы бірдей болу керек. Көзіңізбен шамамен өлшеп алып бөле беріңіз. Үлкен көлем самса керек болса, дәу қылып, кішкентай болса, кішкентай қылып. Мен орташа қылып істедім және осылай жайып, кішкене домалақ қылып аламыз. Тоңазытқышқа шамамен 1-2 сағатқа қойып қойсаңыз, майы кішкене қатқаннан соң жаюға ыңғайлы болады. Енді біз начинкаға кірісеміз. Фаршқа тұз салып, оны жақсылап араластырып, тефтелі жасап қайнатып аламыз бірінші кезекте. Сол піскеннен кейін самса іші шикі болмау үшін бірінші алдымен қайнатып аламыз. Өз еріктеріңіз, егер начинкасы басқаша асқабақ немесе картоптан болатын болса, қайнатудың қажеті жоқ. Осылай пияз турап, қайнаған тефтеліге өз қалауларыңызбен бұрыш саламыз. Мен қара бұрыш, самсаға арналған приправа, тұз, қызыл бұрыш салдым, зира да кішкене салдым. Барлығын жақсылап араластырып, кішкене майлырақ болсын десеңіздер, қолдың майын салған дұрыс. Мен осылай қолдың майын салдым, кішкене ғана. Самса дәмдірек, сочный болу үшін. Бастысы фаршты қайнатып алуымыз керек. Осылай жаймен қамырларды жайып, самсаларды істей бастаймыз. Аккуратно, асықпай, әдемілеп формасына келтіріп жаюымыз керек. Жеген кезде де приятный болу үшін, тәбетті ашарлықта әдемі болу үшін, қатпарын құртып алмай, сол формасы бойынша жаюымыз керек. Сол кезде ғана қатпарлы болып шығады. Ортасынан бастап жасақ, қатпары кетпей әдем болып шығады. Осылай 3 бұрышты немесе домалақ 4 бұрышты қылып өздеріңіз қалауларыңызша түйе бересіздер. Жұмыртқаны жарып, ыдысқа оны шанышқымен араластырып аламыз да, щеткамен самсаның бетіне жағып шығамыз әдемі болу үшін. Бетіне қалған кунжут, мак немесе зираны сепсеңіздер болады. Осылай самсамызды пісіріп аламыз. Сондай дәмді, қатпарлы болып шығады. Бұның құпиясы қамырды 2 бөлек қамыр қылып жаюымыз керек. Сол кезде осындай дәмді, ыстық, әдемі самсаларымыз дайын болады. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.